Аялым Шерханмен көрісу үшін, Шерхан аялымен көрісу үшін кетіп қалды ма деп ойлаймын. Ал керек болса. Негізі барлығы қарашы. Барлығы қазір аялымды кінәлап жатыр ғой, жалпы кездестіңдер тығылып, бүйтіп жүрсін, сөйтіп жүрсін деген сияқты. Мүмкін аялым мен Ғалымжан жақсы достар ғой, сол екеуі кездесіп, мен жанында үшінші адам болып тұрған шығармын, мен білмеймін енді. Бірақ сіздер кездесіп едіңіздер жалпы? Ол күні есіме түспей тұр ғой сол. Сандуғаш? Баласа ханым және де бар ғой. Бұл кісінің үміткері Ақмарал мен өмірде жақсы таныс достарымыз. Және де мен Ақмаралдан оны сұраймын. Шерханмен кездестің бе? Жеке бір көрісі болды ма? Сырластың ба? Қандай жігіт екен? Шынымен өмірде қандай екен деген секілді. Сосын ол кісі айтады, менен бір ізденіс болады, бірақ ол кісі жақтан болмайтын мүлде деп айтты. Іздеп таппай жатырмын деген. Бірақ енді Шерхан айтып отыр ғой, мен жазып жүрмін, жауап бермеді, 3 күн байланысқа шықпады деп отыр. Ақмаралдың айтуынша ол Шерханды таппай қалып жатыр. Қызық екен, неге бүгін келмеді екен? Сандуғаш? Осы тұрғыда растап кеткім келеді Аиданың сөздерін. Қателеспесем, Абылайдың туған күнінде де аяумен қарым-қатынасы жоқ деп жүр ғой. Аяу кеше өзінше болып отыр едің ғой, біздің Нұртау екеуміздің арамызда бір нәрсе бар деп. Сенің на самом деле өзіңнің артың таза емес қызсың ғой. Екеуі сағаттап жоқ болғанын байқадым. Мен емес, басқа да барған қатысушылар да дәлелдейді деп ойлаймын. Туған күннен кейін де бәріміз қайтсақ, екеуі қалған несі бар. Екеуі бірге оңаша шығып кетті ме? Иә. Бір сағаттай примерно болмады екеуі. Ол туған күнде болған. Туған күнде болған. Қыздар, жігіттер. Бұл сіздер растайсыздар ма? Иә, растаймыз деп жатыр. Аяулым? Барлықтарыңызға бірден жауап бере кетейін. Мен өзімнің нақты жауабымды осы эфирде айттым деген үміттемін. Өйткені осы эфирде отырған кезде мен айтқанмын. Менің бұл кісіге көңілім жоқ, және де бұл кісі маған ұнамайды деп. Мен алдында айттым ғой. Бұл жақтағы барлық қатысушылармен мен бір деңгейде араласамын деп. Барлығымен сол бір деңгейде. Аяулым, нақты енді мәселе сіздер жайлы болып жатыр, иә, қатысушылар. Тыңдайық бір-бірімізді. Екеуіңіз жайлы болып жатыр. Барлығы айтып отыр, білмеймін, екеуі кездесуге шығып кеткен сияқты, барлығымыз бір кеште отырған жерден бөлек кетті дейді. Енді мен сізден сұрап отырмын. Сіздер қандай бір шаруаларыңыз болды ма? Не болды? Айтсаңыздар деп. Әлде Шерхан сізді оңаша шақырып алып бір нәрсе айтайын деп жүр ма? Тыңдап тұрмыз сізді? Жоқ, біз жай ғана бір нәрсені сөйлесу керек болды. Не нәрсені сөйлестіңіздер? Айта алмайтындай, құпия болатындай мәселе ме? Неге үндей алмай жатсыз, аяулым? Баласа ханым, айтсам бола ма мен? Есіңізге түспей жатыр ма, не болды? Есіне түсіріп жіберсек бола ма, Баласа ханым? Рұқсат болса. Сол туған күнде бізде болдық та негізінде. Қайтатын уақытта мен Шерханмен аяудың ортасына бір әңгіме шығып кеткен болатын да. Бізде Ринат деген кісі бар ғой. Біздің сергегіміз, камерамыз. Сол кісі көріп қоймасын деп біз бөлек қайтамыз. Аяу Шерханмен бірге. Аяу бізбен қайту керек болады сол уақытта. Чтобы бір-бірі біліп қоймау үшін. Ринат біліп қоймау керек, біз сөйлесіп жүргенімізді дегендей. Бір уақытта Ринат таксимен кетіп қалды да, бұл кісілер қуана бір көлікпен қайтқан болатын да. Жалпы сырт жақта кездесіп сөйлесіп жүрген растай аламыз біз. Шерхан, өзіңізден сұрайық. Аяулым ештеңе айта алмай отыр. 1 сағат емес 10 минут деп қояды. Енді барлығының айтуы рас. Енді ол сөйлескеніміз бар. Бірақ мен таңғалатын дүние мынандайда, қатысушылар кішкене Ринатты андай не істейді? Сөз тасиды, өсекші дейді, бірақ өздері өсекші екенін ұмытып кетеді ма деймін да ше. Міне қараш, өздері сол туған күнде болды, өздері сол жерде болды да, сол жерде әңгімен келіп мына жаққа тасып отырсыңдар. Ол өздеріңе тимей ма негізі? Сол себептен Ринаттың тарапына өйтіп айтпасаңыздар бұдан кейін. Енді аяулыммен біз сөйлескен болатынбыз, себебі сол күні сондай темалар болды, көңіл жайлы деген сияқты. Сосын менен сұрады, сен шынымен көңілің бар ма, неге үйтіп айттың эфирда дегендей сұрады. Сосын мен енді көңіл дегенді сен қалай түсінесің жалпы деп сұрадым да. Енді сол кезде түсіндіруге тырыстым. Аяулым айтты, сіз эфирда осылай айттыңыз ба, мен оны басқаша түсініп қалдым. Сіздің сезіміңіз бар деп түсініп қалдым. На самом деле ол басқаша екен деген сияқты кейін сыртта түсіндіріп алғаным бар енді. Содан кейін онда менің де сезімім жоқ деді ма? Одан кейін, менің де сезімім жоқ деді.
жалпы мынандай ғой, көңіл сіз деген сезімім бар деп айтқаныңызда аяулым да мойындап жіберер ме еді сол кезде? енді мүмкін деймін да. Просто менің айтқан сөзім тағы да қайталап өтейінші, барлық адамдар дұрыс емес түсініп жатыр ғой. Жалпы көңілім бар дегенім менің просто енді көңіл деген ауа береді ғой балауса ханым, жігіттерде енді мына қыз қалай деп өзің таңдауың жасап осында таңдап отырғаннан кейін кішкене Сөйтіп көңіліңіз басқа қызға ауып кетті қазір. жоқ, қазір ауған жоқ, жалпы сол ғой енді. Просто көңіл деген негізі ауа береді. Мүмкін үміткер келіп қалса, мүмкін үміткеріме көңілім ауып кетер. Сол сияқты мен талғамыма келгені бар, кішкене, бірақ сезімім жоқ деп айттым. Енді балауса ханым айтайыншы, негізі бар ғой, мынау бойындағы міні дейді да, шашынан асып тұрса да дейді да, міні көп болса да, оны мойындамайтындар бар дейді. Және де бір көшеде 100 адаммен сөйлесіп, олармен сөйлессең 100 адаммен, барлығы біреуден запа шеккендер болады да ше, қиянат көрушілер болады. Ал сол мен сұрақ келеді, қиянат берушілер қайда жүр деген сұрақ келеді да ше. Ол жай ғана бойындағы мінін мойындай алмағаннан шығады да ше, кінәсін мойындай алмағаннан шығады. Сондықтан балауса ханым айтам да, жай ғана қалай бар солай мойындау керек деп ойлап тұрмын Шерхан. Және де андай нәрсе ғой, бағана айтып жатыр ғой, бүгінгі жобадан Диас айтты, бүгінгі жобадан шығып кетер кім дейді. Ал сол шығатын адамның таза Шерхан лайық екеніне мен негізі лайық дей аламын Шерханды ше. Өйткені балауса ханым менде күмән тудырмай ма деймін да, келген 3 үміткердің 3-еуімен де жолықпайды. Және де аяулыммен әңгіме шығатын болса, ол көзіміз нақты жетіп тұрса да, оны екеуі де мойындамайды да ше. Ол балауса ханым күмән тудыратын нәрсе деп ойлаймын. Және де Шерхан жаза басып тұрса да, біз бірақ бұған шарт қолданатын ешкім болмай жатыр да. Не үшін бұл ескі қатысушы болғасын ба деген сияқты сұрақ келеді балауса ханым. Оған неге әлі де шарт қолданылмай жатыр деген. Жоқ, жаза Шерханға байланысты, үміткерлеріне байланысты, жалғыз Шерхан емес үміткерлерді қайтарып жатқан. Бұндай ситуация бірнеше рет болды. Шерханның я ескі қатысушы екеніне байланысты, немесе басқа да дүниелерге байланысты Шерханға ешқандай да бір жеңілдік жасалып отырған жоқ. Нақты білгім келіп отыр дәл сол нәрсені, оңаша шығып кету деген оны қалай түсінеміз? Қатысушылардың барлығы бірден айтып отыр, растап отыр. Бұл қыз бен жігіт пе? Сыртқа шығып, оңаша жүріп сөйлесетіндей, көрермен көрсе, сыртта жүрген ел көретін болса, кездесіп жүр екен деп ойлайды ғой. Мәселе ол өсекте емес, басқа да емес. Сіздердің сөйлесіп оңаша шыққандарыңыз факт қой. Дұрыс айтасыздар. Негізі сырт көзге ойлаймыз. Мен де ойлауым мүмкін, біреумен біреу сөйлесіп тұрса, бірақ менің бір айтатыным, адам баласымыз ғой, бір ушықтырып, үлкейтіп айтудың қажеті жоқ. Барлығымыз бір-бірімізмен, сыртта да осы реклама кезінде шығып сөйлесіп тұрамыз, сонда оның барлығын бір-біріне деген сезімі бар деген сөз ба? Жалпылама бір көңілім бар деген сөзді іліп алып, ары қарай үйлендіріп жіберудің қажеті жоқ. Бауырым, сезім деген бір бөлек, тағы айтамын. Ол көңілі бар деген бір бөлік. Енді сен не үшін қасынан қалмайсың деген сұрақ саған. Сен болдыңдар ғой, екеуің бәрін алдап болдыңдар. Енді өздеріңді алдап отырсыңдар да екеуіңше. Сонда көріп отырған халық, мына жерде көріп отырған қатысушылар бәрі ақымақ па? Жоқ, бәрін жасайсың, отырасың, сөйлесесің, бірге сөйлесесің. Мына кісі де шы деп сап қояды. Шы деген шәмшіге вообще қатысы жоқ екен, ол былай түсінікті нәрсе да енді. Білмеймін, қалай, кімді алдайсыңдар? Бір сағаттап сөйлеседі екенсіңдер. Неғылған әңгіме ол бір сағатта шешілмейтін. Ғалымжан, мен ойлап тұрмын негізі, балауса ханым, бүгін негізі Шерхан анша-мұнша күні былай костюм шалбар киіп келетін бала емес негізінде. Бүгін бір сезімдердің тоғысатын күні деп жатырмын. Үміткері кететін, бұл жерге келмейтін білді Шерхан. Одан кейін костюм шалбарын киіп келді. Қазір аяулының тарапына тұрып, негізі сендер дұрыс айтып жатсыңдар. Негізі менің сезім бар еді деп айтып отырсам, мен таңғалмаймын мысалға Шерхан. Жоқ. Ғалымжан, сіз сол жерде болдыңыз ғой? Иә, мен екі нәрсе айтқым келіп тұр бұл жерде балауса ханым. Сол күні айтылған сезім ғой бұл жерде, екеуі бір-біріне қарап айтқан секілді болды. Бірақ сол күні TikTok салынды, мен оны көрдім. Но кешке сөйлесті. Сөйлескеннен кейін бұл кісілер бір-біріне мүлдем жақындаған жоқ. Қалған күннің бәрі мен Шерханмен бірге болдым деп айта аламын. Понедельник күні не болды ол күні? Машада болған үшеуміз ғой, ол жерде біз Диас болдық, мен болдым, Шерхан болды, Тима болды. Бәріміз негізі сол кеште бір видео түсіру керек болатынбыз. Ол жерде аяулым не істеп жүр? Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз.
Айта кетейін, бұл жерде редактор студия сыртында жүрген қыздар жігіттердің барлығы сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңыздан ажырап кетпесін, келіп тұрған үміткерді бағалай білсін, кездесуге шақырып тұрма барсын, немесе өзі әрекет жасап кездесуге барсын деп, сіздер үшін сіздердің жақсы жақтарыңыздан көріну үшін барын салып тырысып жатады, көмегін беріп жатады, бірақ шындығында ешкімді бөліп жарып жатқан дүниені өз басым көріп жатқан жоқ, немесе ешкімді ешкіммен қинап кездестіру де болып жатқан жоқ. Бәрібір де қалағандарыңызша кездесіп, қалағандарыңызша кездеспей жүрсіздер дегендей. Нұрсұлтан, Иә, Балауса ханым, дегенменен де саламатсыз ба? Қазір мен Шарханға айтқым келіп отырған нәрсе, алдында ғана сезімдерің бар ма? Гүлдеріңді алыңдар да ортаға шығып сезімдеріңді білдіріңдер. Сендердің кесірлерінен қызға сөз тиеді деп, осындай қыздарға ақыл айтып отқан адамды көрдік та. Бірақ та қазір бәріміз қандай Шерханды көріп отырмыз. Қазір біз сөзімен ісі сай келмейтін Шерханды көріп отырмыз да, Балауса ханым. Кеше ғана мына жақта отқан кезде Ернар, Нуни, сендер алдап отсыңдар, келесіңдер да студияға келіп ойнатасыңдар деген адам, міне дәл қазір ойнатып отқан адам, оны Шерхан дайық болсын. Енді қараңыздар, сіздер сияқты ресторан аралап, сіздер сияқты караоке аралап жүрген жоқпыз. Вот именно сендер Енді караокеге де тыңдайықшы, барып біз жүрсіңдер, Шерхан. Қатысушылармен Абылайдың туған күніне барды. Түсіндіңіз ғой, жалпы? Сол айнан бір минут сөйлесіп қалғанымыз бар, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Адам баласы сөйлеседі. Былайша қыздар жігіттер, осы әңгімені аяқтайық. Шерхан, енді өзіңіз айтып отырсыз, біздің де көзіміз жетіп отыр үміткердің өзінің хабарсыз кеткеніне. Үміткер, күтесіз әлі де? Әрине, Ал- маған да махаббат керек, маған да енді мен де ғашық болғым келеді. Мен ғашық болсам өзгерем, қатты өзгерем, любой адам өзгереді. Сол сияқты мен өз үміткерімді сырттан күтем, өз махаббатымды Бірақ аяулымға емес. аяулымға емес. Және түсінгенім бойынша аяулымның да сізге сезімі жоқ, сіздің де аяулымға Дәл солай. сезімдеріңіз жоқ. Жақсы. Шерхан, жайғасыңыз. Рахмет.